Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқысының түйе шаруашылығы туралы айтатын боламыз. Арнамызды қолдап, тіркеле отырыңыздар, себебі әр қазағын білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Қазақтың жылқыдан кейін қадірлейтін малы түйе. Тіпті көшіп қону барысында жылқыдан да артық бағаланған. Бақырауық демесең, бағалы көлік түйе ғой, нары бардың малы бар, көтерем деп түйеден безбе, салтанатың емес пе деген мақалдардың өзі-ақ түйенің көшпелі тіршілікте аса құнды түлік болғанын анықтай түседі. Түйенің жүні мен терісі киім, сүті, сусын, еті ас. Әсіресе түйе көш көлігі ретінде бағалы. Ол сиырда емес, сирақты мал. Қыста суыққа, жазда ыстыққа төзімді, әсіресе шөлге, аштыққа шыдамды. Түйе 60 күн аштыққа, 30 күн шөлге шыдайды. Осынша шыдамдылығына, қуаттылығына қарамастан, шөк десең, шөге қалатын, айт шу десең, атып тұратын тіл алғыш, жуас, қайырымды мал. Түйе түлігі негізінен жайылымда бағылып күтімді, құнарлы азықпен құрылысы күрделі, жылы қора жайды аса қажет етпейтіндіктен, басқа ауыл шаруашылық малдармен салыстырғанда тиімді болып табылады. Түйе түлігі күй таңдамайды, басқа мал жемейтін қатты, тікенді шөптермен қоректене береді. Түйе күндіз жайылып, түнде жатып күйіс қайрады. Бірнеше тәулік су ішпеуге шыдайды. Бұл кезде өркеш майларынан бөлінген суды пайдаланады. Түйе шаруашылығы Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында жақсы дамыған. Түйелер ірі табандылар отрядының түйе тұқымдасына жататын аша тұяқты сүтқоректілердің бір түрі. Қолда өсірілетін түйелердің арғы тегі жабайы түйелер. Түйе бұдан 4-5 мың жыл бұрын қолға үйретілген. Оның екі туысы бар, бірі түйе, екіншісі лама. Түйелер мен таутайлақтардың башпайларында мүйізді тұяқтары болмайды. Тұяқтың орнында башпайларының ұшында ғана доғаланып, қисық біткен кішкене тырнақ өседі. Табаны жалпақ және астыңғы жағы сүйелді, жұмсақ көнмен қапталған. Сондықтан бұл жануарларды көнтабандылар деп атайды. Түйенің кеудесінде, тізесі мен тілерсегінде сүйелді, сірлі, түксіз тықыр жерлері болады. Түйе шөккен кезде сүйелді жерлері ыстық құмның әсерін сезбейді. Осыған байланысты түйе ыстық құмда шыдап шөгіп жата береді. Түйенің дене тұрқы ірі. Оның салмағы 700-800 килограмм, мойны иір және ұзын. Денесінің әр жерінде ұзын шудалы жүндері болады. Құрғақ далалы, шөлейтті және шөлді аймақтарда тіршілік етуге бейімделген. Сондықтан халық түйені шөл дала кемесі деп атайды. Айыр өркешті түйенің қолға үйретілген жері Орта Азия. Сыңар өркешті түйенің қолға үйретілген жері Африка өңірі. Қазіргі кезде сыңар өркешті жабайы түйе жойылып кеткен. Айыр өркешті жабайы түйе Моңғолияның Гоби шөлінде ғана сақталған. Түйені 4 түліктің төресі, киелі түліктің бірі деп есептеген. Түйенің пірін, ойсылқара, кей жерде қаусыл қазы деп атайды. Қазақстанда түйенің екі түрі бар. Біріншісі жалғыз өркешті түйе. Оның жалпы аты нар. Ұрғашысы мая немесе аруана, еркегі үлі. Сыңар өркешті түйе ыстыққа төзімді, бірақ қатты аязға шыдамайды. Екіншісі қос өркешті түйе немесе айыр өркешті түйенің жабайы түрі қаптағай деп аталады. Айыр өркешті түйенің ұрғашысын інген, еркегін бура дейді. Қазақстанда қос өркешті түйенің Астрахан түйесі, Қазақстан түйесі, Моңғол түйесі деп аталатын негізгі 3 тұқымы өсіріледі. Ол құрғақ далалы, шөл-шөлейтті жерлердің табиғи жағдайларына жақсы бейімделген. Аңызақ ыстыққа, сүкірік аязға өзімді келеді. Түйенің еті мол, жүні биязы болады. Түйе 30-35 жыл жасайды. Үй түйесінің екі түрі бар. Мұның біреуі қос өркешті, екіншісі сыңар өркешті. Қос өркешті түйенің таза қандысын бактриян, сыңар өркешті түйенің таза қандысын дромедар деп атайды. Бактрияның биіктігі өркешінің арасынан 178 см, тұрқы 158 см, түсі қара қоңыр. Дромедарлардың биіктігі шоқтығынан 210 см,
тұрқы 155 сантиметр, түсі қызыл сұр болып келеді. Түйенің күйіс қайыратын жануарлардан ерекшелігі үстіңгі жақ сүйегінде 2 күрек түсі болады, өтқабы жоқ. Жыныстық жағынан 2-3 жылда жетіледі, бірақ інгенін 3-4 жасында қайтады. Бурасын келіге 5-6 жасында түсіреді. Түйенің ерекше қасиеті шөл және шөлейт жерлердің қатаң жағдайларына төзімділігі. Ол шөл өсімдіктерін талғамай жеп, ашы су іше береді. Соның нәтижесінде жаз айларында қыстық май қорын ішіне, өркешіне жинап алады да, қиын қыстау кезде ұзақ уақыт азықсыз, сусыз жүре алады. Түйенің бұл ерекшелігі оның қатаң табиғат құбылыстарына жауабы. Мал организмінің мұндай ерекшеліктері ксерофит деп аталады. Жазда күзде жайылым жағдайының жеткілікті кезінде жинап алған қорын азық жеткіліксіз кезде денесінен үнемдеп жұмсау малдың өмірін, ұрпағын сақтап қалудан шыққан генетикалық инстинкт. Сондай қиын қыстау кезеңде түйенің несеп нәжіс шығаруы азаяды, тыныс алуы сиреп, өкпеден бу аз шығады. Түйеде тері бездері сирек болады. Түйенің бұл қасиеттері оны алыс жайылымда жаюға, ұзақ жолға шыдауына мүмкіндік береді. Қазақстанда қалмақ тұқымды түйелер де өсіріледі. Ол қос өркешті түйелердің арасында айрықша орын алады. Бұл тұқым өте ірі, дене бітімі келіскен, бұлшық еттері қуатты серпінді. Басы кішкене, мойны сіңірлі, етсіз, тарамыстары жақсы жетілген. Түсі қоңыр және қара қоңыр болып келеді, бірақ кейде қуқыл сары және ақ түстілері де кездеседі. Қалмақ түйелерінің бураларының тірілей салмағы 650-700 кг, інген дері 600-650 кг тартады. Бураларының биіктігі 191 см, тұқымының ұзындығы 165 см, кеуде орамы 241 см, жіліншігінің орамы 25 см. Ал інгендердің өлшемдері тиісінше 181, 172, 255, 20 см. Қалмақ түйелері ширақ, жуас және адамды жақсы тыңдайды. Олар әр түрлі ішкі шаруашылық жұмыстарына жегуге, жүк артуға және салт мінуге ыңғайлы. Жұмыс қабілеті жөнінен түйелер аттардан да, өгіздерден де кем емес, ал жүк артуға олардан әлдеқайда артық екені белгілі. Жаз, күз кезінде түйелер тез семіреді, осы кезде оның салмағы 30%-ға дейін артады. Қоңды түйелердің өркештерінде 100 кг астам май жиналады. Жүні сапалы, біркелкі жақсы өседі. Түйенің жынысы мен жасына қарай әр түрлі мөлшерде жүн алынады. Мәселен, буралардан 6-14 кг, інгендерден 4-8 кг, тайлақтардан 3-6 кг жүн түседі. Қалмақ тұқымы аруанаға қарағанда сүт емес. Бірақ 18 айлық сауын маусымы ішінде орта есеппен 1170 литр сүт сауылады. Майлығы жоғары 5,4%. Бураларын 18-20 жасқа, інгенін 20-25 жасқа дейін пайдалануға болады. Жаңа туған ботаның салмағы 51 кг немесе анасының салмағының 7%-на ғана тең болса да, ол бір жылдың ішінде 5 есе көбейіп 250-260 кг жетеді. 2,5 жылда сақа түйенің 85%-на дейін жете алады. Осындай жақсы өнімді көрсеткіштерінің арқасында қалмақ тұқымы басқа қос өркешті түйелердің тұқымын жақсартушы болып саналады. Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарында қалмақ түйесінің бураларын қазақ інгендермен шағылыстыру әдісі кеңінен қолданылады. Мұның өзі түйенің салмағы мен жүнін жоғарылатуда жақсы нәтижелер беріп келеді. Қазақ бактрияны, қазақтың қос өркешті түйесі барлық түйе тұқымдарының ішінде көп тарағаны. Бұл тұқымның малдары Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан елдерінде, Қытай Халық Республикасының батысында өсіріледі. Қазіргі кезде бұл тұқым Қазақстанда жұмыс көлігі ретінде ғана емес, негізінен өнім малы, ет, сүт, жүн ретінде кеңінен пайдаланылады. Таза қанды қазақы түйелердің дене бітімі тығыз, жалпақ және жуан, тік мойын, кеудесі кең, терең, бұлшық еттері жақсы жетілген, тұрқы сәл ұзындау, өксең, жүні қою болып келеді. Қазақтың қос өркешті түйесі қалмақ түйелерінен кішірек болғанмен, жалпы салмағы олардан кем түспейді.
Мәселен, қоңсы кезінде буралары 550-600 килограмм, інгендері 500-550 килограмм тартады. Ал кейбір аса ірілері 1000 килограмм жетеді. Олардың денесінің өлшемі климат жағдайына және азықтандыру мөлшеріне қарай өзгеріп отырады. Інгендерінің биіктігі 174-179 сантиметр, тұрқының ұзындығы 147-157 сантиметр, кеуде орамы 226-238 сантиметр, жіңішігінің орамы 19-21 сантиметр болады. Ең ірі түйелер Батыс Қазақстан, ал тұлғасы кіші түйелер Маңғыстау облысында өсіріледі. Бураларынан орта есеппен 8-10 килограмм, інгендерінен 5-6 килограмм, тайлақтарынан 3-5 килограмм жүн түседі. Жүн талшығының ұзындығы 7-9 сантиметр, алынатын таза талшық шығымы 68-95%-ға дейін жетеді. Інгендерінен алғашқы 7 ай сауым маусымы ішінде орта есеппен 1200-1500 килограмм сүт сауылады. Шөл-шөлейт, құмды жерлерде түйені баяғыдан көлік малы ретінде пайдаланып келген. Оны салт мініске де, жүк тиеуге де кеңінен қолданып отырған. Себебі түйе малы шөл далада жүруге төзімді, суға, шөпке шыдамды, құмайт жерлерде жалпақ табаны жүруге қолайлы. Бір түйеге салмағына қарай 150-200 килограмм жүк тиеуге болады. Ал қаны толысқан, сүйегі қатқан 8-10 жастағы түйеге 250-300 килограмм жүк тиеуге де болады. Түйе сонымен бірге арбаға жегу, жер жыртуға, шыңырау құдықтардан су көтеру үшін де пайдаланылған. Түйені қолға үйреткен кезде оның адамдар үшін басты өнімі ет болатын. Кейін оның күш қуатын көлік ретінде, сүтін азық ретінде, терісін және жүнін қажетіне жаратуды меңгеріп, түйе малының адамға беретін пайдасының ауқымын кеңейтті. Дегенмен ет өнімі түйенің қазіргі заманда да адамға беретін өнімінің бастысы болып келеді. Қазақстанның кең байтақ даласындағы басқа малдар жете пайдалана алмайтын, жей бермейтін табиғи шөптерді қорыта отырып, түйе малы жап-жақсы ет өнімін береді және көзін тауып ұйымдастырған азаматтар үшін түйе шаруашылығы аз шығын жұмсап, арзан өнімдер беретіні сөзсіз. Түйе жыл 12 ай жайылымды пайдаланып, басқа мал жей бермейтін жантақ, жусан, көкпек, қияқ, қамыс, изен, теріскі сияқты шөптерді қорытып, одан ет, сүт, жүн сияқты өте жоғары сапалы өнімдер береді. Соның ішінде түйенің еті жоғары сапалы, сиыр етіне өте жақын азық түрі. Майының еру қату температурасы, йод саны, басқа да көрсеткіштері сиырдікіне жақын. Түйе ет малы ретінде тез жетіледі. Ботасының өзі туған жылы 1 жасына дейін 5-6 есе өсіп 2 жасында сойуға жарайтын мал болады. Сол кезде сойғанда 170-200 килограмм таза ет береді, ал 3 жасында сойғанда еті 200-250 килограмм болады және мұның сыртында 15-30 килограмм өркеш майы болады. Түйе етінің берекелі екені қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің деген мақалдан-ақ байқалып тұрған жоқ па? Түйе сүті мен оның сүтінен жасалатын тағамдар көшпелі халықтың негізгі тамағы болып, жалпы ішетін астың 80-90%-ын құраған. Түйе сүті сиыр, бие сүттеріне қарағанда сіңімдірек болады. Оның майлылығы да сиыр сүтінен жоғары. Түйе сүті витаминдерге өте бай, сонымен бірге минерал заттар да жеткілікті. Сонымен қатар түйе сүтінде бактерияларды өлтіретін, оларды өсірмейтін заттардың да кешенді құрамы болады. Осының нәтижесінде түйе сүті жақсы сақталады және ішкен адамның организміне жан-жақты пайдалы азық әрі сусын болады. Түйе сүтінің құрамында адам ағзасына қажетті нәріс, дәрумендер мол. Сүті 24 сағатқа дейін ашымайды. Түйе сүтінен шұбат дайындалады, қымыран деп те аталады. Шұбат өкпе, асқазан, ішек ауруларына бірден бір шипа, қанды толықтырады. Шұбаттың радиацияға қарсы әсері болатыны да анықталған. Қазақтар шұбаттан басқа түйе сүтіне басқа малдың сүтін қоса оты ырып әртүрлі сүт тағамдарын дайындайды. Қатық, сүзбе, уыз, құрт, ежегей, іркіт, шала. Шұбаттан күшті сіңімді құрт дайындалады. Құртта белок, май және углевод көп болады. Маңызды құрамды бөліктерінің белок, май, углевод,
мөлшері және калориялығы жағынан құрт еттен де, ірімшіктен де асып түседі. Сондықтан оны калориялығы жоғары тағамдық өнім деп есептеуге болады. Түйеден өндірілетін жүн сапасына байланысты өте жоғары бағаланады. Ол өнеркәсіп үшін таптырмайтын шикізат болып табылады. Өйткені жүннен тоқылған матаға деген сұраныс көп. Оның мықтылығына, жеңілдігіне, жұмсақтығына, жылылығына ешқандай жүн жетпейді. Түйенің жүннен тоқылған орамал, кеудеше, киімдер су өткізбейді, жиырылып, ұйпалақтанбайды, өзінің сырт көрінісін көп уақытқа жақсы сақтайды. Біздің халқымызда баяғыдан түйе жүннен ең қымбат киімдер, шекпендер жасаған. Түйе жүннің құрамында түбіт, аралық талшық, қылшық болады. Ең ірі қылшықтардан түйенің шудасы құралады. Түйе жүнде өлі қылшық және жүн шайыры болмайды. Ең жақсы жүн тайлақ жүні. Олардың түбіті аса жіңішке болады. Одан есейген сайын түйе түбіті өзгеріп, жуандап отырады. Мұның өзі де ең жіңішке меринос жүннен биязы. Сондықтан да түйе жүннің қасиеті жоғары, таза талшық шығымдылығы да жақсы, 84-85%. Түйе жүні сапасына қарай 4 сұрыпқа бөлінеді. Ең жоғарысы, бірінші сұрып, аса жұмсақ түбіттен тұрады. Бұл түйенің екі жақ қабырға бүйірінен, мойыннан екі жағынан алынады, екіншіден алынады. Үшінші сұрып, шуда мойынның астыңғы жағы мен алдыңғы сандарында өседі. Төртінші сұрып, ұйысқан ұйпаланған жүн түйенің төстігі мен қарнында болады. Алайда түйенің қай жүні болмасын тұрмыстық қажетке жарамды. Түйенің шудасы да қымбат бағаланады. Оны буын, қияң, бүйрек ауруларына және радиация сәулелеріне қарсы пайдаланады. Шудадан бағалы тоқыма бұйымдар жасалады. Түйе жүннен неше түрлі өрмек жіктерін иіріп, шекпен қап, белбеу, кілем, қоржын тоқиды. Сол сияқты түйе жүні айлық ұйысқан, өмілдірік, ноқта жасауға және көген, бау шу есуге өте қолайлы. Түйе жүні көрпеге салуға, шапанға тартуға өте жақсы, жеңіл, әрі жылы болады, қылшық шықпайды. Ертеде түйелі көш Сахараның салтанаты деп аталған. 4 түліктің бойында болатын жақсы қасиеттердің бәрі түйе малының бойынан табылады. Ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерінде түйеге қатысты теңеу сөздер, даналық нақылдар, мақал мәтелдер көптеп кездеседі. Бұл ой тұжырымдар түйенің тіршілік ерекшеліктерін айқын аңғартады. Түйесі бардан киесі бар. Түйе түлігін қастерлеп ұлық деп те атайды. Түйешіні ұлық баққан деп құрметтеп, оған көпшілік жиналған жерде төрден орын берген. Кейбір аймақтарда түйені кәуіс деп атайды. Түйе түлігіне арналған аңыздар бойынша шығарылған күйлер де ел арасына кеңінен таралған. Сүгірдің бозінгені, ықыластың желмаясы, тәттімбеттің бөзінгені және тағы басқа. Еліміздің тұрғылықты халқы ықылым заманнан бері түйе шаруашылығымен айналысады. 4 түліктің ішінде түйе малын байлық ретінде де, көлік ретінде де, азық ретінде де қатты қастерлеген. Қазақ елінің түйесіз тіршілігі болмаған. Қазірде түйе өсіруге аса қолайлы Қазақстан жерін түйесіз елестету мүмкін емес. Түйе біздің еліміз үшін бұдан былай да аса маңызды шаруашылық көзі болып қала бермек.